Biz еріктіміз, сөз еркіміз бар, ойлау еркіміз бар дейміз ғой. Бұны да еріктіміз деп ешқандай бір әдептілікпен немесе бір салт дәстүрмен бүйтіп шеңберін сызып, шариғаттың нұрлы сүннетімен шеңберін сызбаса, онда әдепсіз ойлап кетеміз. Әдепсіз сөйлеп кетеміз. Енді қалай болса да ойдың да, сөздің де, сезімнің де барлығын бір шеңбері бар. Сол шеңбердің ішінде қолданған шынайы мұсылманшылықтың сипаты. Одан тысқа шығып кетпеу керек. Енді осы арада жаман ой. Оның шеңбері не, себебі не, оның нәтижесі қандай бүгінгі тақырып. Жаман ой асылында ол жақсы ой бүткіл жақсылықтың себебі сияқты, бұл да бүткіл жаманшылықтың себебі. Жаман ой ағзаға бір бүйректегі құм делік, жүректі бүйтіп тұмшалап тұрады, асқазанға тас түседі, бір ауыр салмақ сезілеміз ғой, физикалық деңгейде. Тура сол сияқты метафизикалық деңгейде жаман ой өзіне бүйтіп жаманшылықтарды жинап тұрады. Ол да өз жаман бауырларында жинайтын бір себебі бар. Бұл біздің өмірімізге ең маңызды. Не бұл дүниені жақсы көріп, жаман көру мәселемізге бірінші себеп ой. Біз қалай ойлаймыз, әлем бізге сондай болады. Жаман ой ол адамға қатысты болсын, Алла тағалаға қатысты болсын, жаратылысқа қатысты болсын. Жаман ой асылында шариғатта тыйым салынған Құранның аяты бар ғой, «Ижтанибу касиран миназ-занн, инна ба'да-занни исм». Аулақ болыңдар жаман ойдан. Шынында жаман ой кейбіреулер күнә дейді. Бұл аяттан Алла тағала бізге не дейді? Мұсылман өз өмірін не жақсылыққа, не жаманшылыққа бұрудың бізде құқығымыз бар. Бұл аят бізге сол құқықтың ортасын сызып берді. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы ойла, жаман ойласаң, онда жаман өмір болады. Нәтижесі қалай? Жаман ойлаған адамның оның негіз досы бар. Жаман ойдың, ол қызғаныш деген досы келеді жанына. Сөйтіп барып, көре алмаушылық келеді. Сөйтіп барады, оның жанына ғайбат келеді. Енді бұл не ғой? Микс қой. Дүниенің құртып тұрған шайтанның ең атақты құралдары ғой бұл. Бұл шайтанның құралдарына өзіміздің жүрегімізбен іш құрылысымызды табыстадық деген сөзді. Осыған бірінші себеп болған жаман ойлау. Жаман ойлаудан аулақ болу керек. Ол Алла тағалаға қатысты бір тағдырға разы болмау мәселесі ғой. Біреуге қатысты. Бұл ой бізді тіпті мынаған әкеледі. Бір мұсылманды көрдік делік, намаз оқып жатыр. Ол намазын, осы намазында ықыласты болды ма деген сияқты жаман ойлай бастаймыз да. Бұл енді жаман ойдың миллион мысалы бар да бүгінгі таңда. Оған қалыптастыратын негізгі себептерді алып тастасақ, итермелейтін. Және де бұны аулақ болудың бір-екі құралын айтып өтейік. Біріншіден, мүмкін болса негативтік бір жаңалық оқымаған жақсы. Содан кейін енді мақала жазғанда, пост жазған кезде, біреуге комментарий жазғанда да дұрыс мағынаны жазу керек. Бізде қоғамда онсыз да жетеді, біз сізді жаман сөйлейтін, жаман ойлайтын, жаман айтатындарда жақсы айтатындар керек қоғамға. Жақсы айтатындардың саны артатын болса, онда жаманшылықтың өзінен өзі жоғалып кетеді. Яғни өзімізден бастау керекпіз. Екіншіден, уағыз тыңдау керек деген. Өйткені сахабалардың өзара сөйлесетін болған ғой, «Хайя ну'мин саатан» деп. Жүр, бір сағат болса да иманымыз жаңартып алайық. Кешегі жағдайдан бүгін жаңа бір статусқа жетейік. Аллаға бір табан жақындайық деп. Мүмкін болса, әр адам саналы түрде күнде бір уағыз тыңдап тұратын болса, қысқа-қысқа өзімізді, ішімізді реттеуге көмектеседі. Жүйелі түрде. Бұл біздің жаман ойымызға батуымыздан алып сақтап тұрады да, Құран мен сүннеткенде тыңдаған уағыз әсер етпей қоймайды ғой, ол бізді жақсылыққа итермелей бастайды. Сөйтіп те иншалла біз ішіміздегі жаманшылықтың отаны болған, бүткіл берекенің қақпасы болған, яғни келуіне бөгет болған жаман ойдан айырылатын боламыз. Алла тағала ойымыздың жақсартып, жаманшылықтан сақтап, соның нәтижесінде ішіміздегі төніп тұрған жаман сезімдердің барлығын алып, орнына нұрлы сезімдермен толтыруды нәсіп етсін.